Күлше қыз. Шарль Перро. Баяғыда бір ауылда күлше қыз атты қыз өмір сүріпті. Анасы ерте қайтыс болған соң, әкесі басқа әйелге үйленеді. Бірақ көп ұзамай әкесі де қайтыс болып кетеді. Күлше қыз өгей шешесі мен оның 2 қызымен жалғыз қалады. Бұл үйде жалғыз жұмысшы ол сен. Күнде танатпай тұрып, еден жуасын, пеш жағасын, киім жуасын, әпкелерінің шашын тарайсын, бізге шай бересін. Түсіндің ба? Күлше қыз оған көнді. Өзі тек бір үзім нанға ғана тойып отырады. Киімі ескі, жыртық, бет-аузы күлмен былғанған. Өгей әпкесі оған: сенің атың да күлше қыз болсын. Өйткені сен үнемі күл ішіндесің. Күлше қыз бәріне төзеді. Жауап қатпайды. Тек көзіне жас алады. Бір күні елде бір қуанышты жаңалық тарады. Патша сарайында үлкен бал болады. Ханзада болашақ жарын сонда көз салады. Бүкіл қыздар қуанып дайындала бастады. Өгей әпкелері де жаңа көйлек тіктіріп, айна алдында айналып жүрді. Менің шашым Ханзаданың назарын бірден аударады. Екіншісі: ал менің көйлегіме қарашы. Ханзада есінен танып қалар. Күлше қыз басын көтеріп: мен де барсам бола ма? Өгей шешесі: сен бе? Күл ішіндегі жыртық көйлекпен бе? Олар оған қатты күлді. Одан кейін сарайға кетіп қалды. Күлше қыз үйде жалғыз қалды. Пештің жанында жылап отырды. Кенет бөлме іші жарқ ете қалды. Алдында бір жарық бейне пайда болды. Бұл Перизат еді. Күлше қыз, сен мейірімді, әрі сабырлы қызсың. Саған көмектесемін. Ол ас үйден бір асқабақ алды да, оны сиқырлы арбаға айналдырды. Үйдің бұрышындағы тышқандарды аттарға, ал кесірткені жол серікке айналдырды. Содан соң күлше қыздың үстіндегі жыртық көйлегін бір сәтте жылтырақ, алтын түсті керемет кешкі көйлекке айналды. Аяғында мөлдір әйнек туфли киілді. Күлше қыз аң-таң болып: бұл шынымен мен бе? Перизат: иә, бірақ ұмытпа, түнгі 12-де бәрі ғайып болады. Уақытында қайт. Күлше қыз сарайға келді. Бүкіл зал тынышталып қалды. Барлығы оның сұлулығына таң қалды. Ешкім мұндай аруды бұрын соңды көрмеген. Бұл кім? Бұл қыз ерекше. Ханзада күлше қызды биге шақырды. Олар бірге биледі. Музыка жай ойнап тұрды. Ал олардың көздері бір-бірінен айрылмады. Кенет сағат соға бастады. Жоқ, уақыт болды. Күлше қыз Ханзаданың қолынан шығып есікке қарай жүгірді. Жүгіріп бара жатып аяғындағы бір әйнек туфлиі түсіп, оны тастап кетіп қалды. Жол бара жатқанда арба қайтадан асқабаққа, аттар тышқанға, жол серік кесірткеге айналып кетті. Ал күлше қыздың үстіндегі көйлек те жойылып, ол қайтадан күлмен былғанған жаман киімдегі қыз күйіне түсті. Көп ұзамай Ханзада күлше қызды іздей бастады. Ол барлық ауылды аралап, туфли кімге шақ келсе, соны жар етем деп шешті. Бір күні Ханзаданың адамдары күлше қыздың үйіне келді. 2 әпке тырысып бақты. Бірі аяғын зорлап кигізуге тырысты, бірі алдап көрді. Бірақ
туфли ешқайсысына шақ болмады. Басқа қыз бар ма үйде? Өгей шешесі: жоқ, бізде басқа ешкім жоқ. Сол сәтте күлше қыз өзі келді, жай ғана сабырлы түрде: кешіріңіз, туфлиді маған да киіп көруге болады ма? Ол аяқ киімді киіп еді, дәл сай болды. Сол сәтте перизаттың сиқыры қайта оралып, күлше қыз қайтадан сол жарқыраған қызға айналды. Ханзада айтады: Мен сені іздедім. Сен менің жүрегімді жауладың, күлше қыз. Ханзада мен күлше қыз үйленіп, сарайда бақытты өмір сүрді. Қорытындысы: сабыр мен мейірім сиқырдан да күштірек. Кім адал жүрсе, соның жолы бәрібір ашылады.